Hey, бәріңе сәлем, сіздермен бірге мен Дерек. Бүгінгі видео оңай ақша. Кеттік онда, қарайық. Бүгінгі схема үшін сіздерде көп уақыт кетеді, және сіздер ондай қатты көп ақша алмайсыз. Бірақ ондай қатты еңбек етудің де қажет жоқ. Көп уақыт кеткенде бұл сіздер күтесіздер көп. Сондықтан көп уақыт кетеді. Ал былай қатты еңбектеніп олай ойланып басты ауыртып ондай жоқ. Ең алдымен мен сіздерге схеманың негізгі ойын айтып кетейін. Біз квартира арендаға беретін жерлерде өзіміздің өтірік квартирамызды арендаға береміз. Бізде вообще квартира жоқ, бірақ біз алдайтын боламыз. Ең бірінші сондай сайттардың біреуіне барамыз да регистрация жасаймыз. Содан соң Google-ға барамыз да квартиры деп просто жазамыз. Сосын бір квартираның там 4 фотосын сохранить етіп аламыз. Енді екінші, бұл жаңағы регистрация жасаған сайтқа барамыз да жаңағы квартираны объявление жасаймыз. Осылай квартира арендаға беремін, там осындай қала, осындай көше, осындай үй, бағасын арзан қылыңыздар. Басқа квартираларға қараңыз да, сосын 2 есе арзан қыласыздар. Так, үшінші, бұл сіздерге адамдар жаза бастайды. Кәдімгідей өте көп адам жазады, сіздер таңғалмаңыздар. Бірақ көп адам жазса көп ақша табам деген ой емес. Сіздерге клиент жазады және сіз сөйлесесіз, ертең көріп қайтсам бос па, сөйтіп сөйлесесіздер. Сосын жаңағыдай сұрайды. Мен ертең барамын, сіз сол үйде қазір тұрасыз ба дейді. Сіз айтасыз, жоқ, менде басқа квартира, ертең нешеде келесің, менде сол уақытта шығам бірдеңе деп. Содан соң жаңағы адам жазады. Жарайды, мен мысалы мынандай сол уақытта шығамын, сіз жарайды дейсіздер. Сосын шамалдан кейін сіз жазасыз. Сіз маған кивима или карточкама 1500-2000 теңге лақтырып жібере алмайсың ба деп сұрайсыздар. Сосын ол адам жазады, неге дейді. Ол адам уже күдіктене бастайды, мені алдап атқан сияқты ақшаға деп. Және біздің жауабымыз бұл: мен босқа уақыт құртқым келмейді. Мен вообще басқа жақтамын қазір, басқа екінші квартирадамын. Және жаңағы сізге арендаға берейін деп жатқан квартирам өте алыста. Сондықтан сіз маған 1500 теңге салып жіберіңіз. Егер сіз мені алдап кетсеңіз, мен таксиге босқа ақша құртпайын деп. Осылай жазасыз, және ол адам ойлана бастайды. Ол адамның 2 таңдауы болады. Бірінші, бұл мені алдап жатыр, наху басқа квартира іздеймін деген. Екінші таңдауы бұл арзан квартира. Өте әдемі, жақсы квартира, еще арзан. 1500 теңге ештеңе кетпейді, ол өте аз ақша ғой дейді, сіздерге салады. Және бұл схемада сіздерге жай ғана удача керек. Удача өте көп керек. Сондықтан бақтарыңыз ашылсын. Жарайды. В общем-то, осындай серия болды. Ұнаса лайк бас, комментарий жаз. Және каналға подписка жасауды ұмытпа. Лайв каналға, 3-ші каналға подписка жасауды ұмытпағайсың. Инстаграм, Твиттер, Телеграм канал. Барлық жерде активныймын, соларға бар. Соларға тіркел. Тіркелмесең де хотя бы не бар екенін қарап кетуіңе болады. Ал сенімен болған Дайреп. Пока.